Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен ұйғырша самса жасайтын боламыз. Қамыры ерекше сарымай қосылмайтын, соның өзінде қытырлақ әрі жұмсақ, әдемі пышный болып пісетін. Дәл осы видеода мен сіздерге 4 түрлі самсаның түйу әдісін, құпия тәсілдерін үйрететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Комментария жазып, лайк басып, тіркелуді де ұмытпаңыздар. Ал енді біз бастаймыз. Бисмилля деп. Ұнымызды алып 400 грамм терканың көмегімен міне сарымаймыз. Осыны қазір былай аунатып аламыз да. Терканың көмегімен бүйтіп. Осылай үгітіп шығатын боламыз. Енді ыдысымызды алып, бір жұмыртқаның сарысы керек болады, және бір жұмыртқаның өзі керек болады. Қосып. 70 грамм суымызды қоямыз. Одан кейін 2 столовый ложка қаймағымызды қосамыз. Енді осыны жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді міне жаңағы дайын болған қамырымыздың үстіне осы қоспамызды қосып қамыр илейтін боламыз. Басында осылай қасықтың көмегімен араластырып алсаңыздар болады. Енді осылай қолымызбенен қамырымызды илеп шығатын боламыз. Бұл жерде сарымайдың молдығынан қамырыңыз кішкене жабыспақ болып келеді. Бұл ұйғыр самсасының ең ерекшесі қамырында, қатпарлы қамырында болып келеді, және түйеуінде. Түйеуін білесіздер, өріп түйіледі, ал қамырына бұл қытырлақ болу үшін арнайы іш май, осы майдың кез келген түрі, құйрық май болса да, іш май болса да қосады, осы қамырдың арасына жағады. Міне осындай жұмсақ қамыр илейтін боласыздар. Жайылу оңай болады бұл қамырды. Ұнды қажет етеді жайған кезде. Енді осы қамырымызды екіге бөліп, жұп-жұқа етіп жайып алатын боламыз. Міне осылай жіңішке етіп қамыр жайып шықтым. Қазір екіншісін жаятын боламын. Бұл қамыр жайған кезде ұнды көбірек қолданыңыздар. Себебі май көп, жабыспақ болып келеді бұл қамыр. Міне екінші қамырымды да жайып алдым. Енді мынау жаңағы іш май. Іш майды осылай қыздырып майға. Іш майын бөлек алдым да, мына еріген майға 2 ас қасық сұйық майды қосып, енді мына жайылған қамырымыздың бетіне жағып шығатын боламыз. Еш уайымдамаңыздар, тоңып қалады, суығанда самса деп. Өз дәмін сақтайды, керемет дәм береді, және самсаның қытырлақ болуына дәл осы қойдың майы, іш май тікелей әсер ететін болады. Ал кеттік, жағып бастаймыз. Қолыңызбен немесе жаңағы силиконовый щетка болады ғой, сонымен жақсаңыздар болады. Мен осылай қолыммен жағуды ұйғардым. Осылай барлық жеріне тигізіп жағып шығамыз. Міне дәл осылай ораманың қамырын ораған сияқты орап аламыз да, одан кейін осылай айналдырамыз. Қамырыңыз тығыз болу керек. Міне осылай айналдырамыз да, енді пакетке салып, холодильникке 20-25 минут салып қоямыз. Мен салмамның ішінде фарш бар, пияз бар, картошка бар, және қара бұрыш, тұз салдым. Қамырыңызды қатты жұқа емес қылып, осылай домалатып жайып аласыз да, жан жағын салмасын салғаннан кейін осылай шымшып түйюді бастайсыз. Осылай ұйғырша түйген кезде шымшып жабыстыратын боласыз. Қазақтар айтады, өріп түйю дейді ғой, солай өріп түйесіздер. Қиын емес, егер түйе алмай жатсаңыз, қайталап көріп, үйреніп алсаңыз болады. Мен сіздерге бірнеше түйу әдісін көрсететін боламын. Негізі самсаны түйюдің өте көп әдістері бар. Үш бұрыштылап, домалақтап, тюльпан гүл сияқты, осы ұйғырша түйю бар. Қазір осы жерде бірнеше түрін көрсететін боламын. Міне қамырымызды бірдей қылып, екеуі бірдей болу керек. Екінші әдіс бұл түйюдің. Ішіне саламыз да, екінші қамырымызды бетінен осылай шымшып жабыстырып,
дәл жаңағыдай өріп бастаймыз. Домалақ қылып, әдемілеп өріп аламыз. Әдемі болады. Қатты үлкен қамыр алмаңыздар. Бөлген кезде майда-майда бөліктерге бөліңіздер. Себебі дәу болса, онша әдемі болып көрінбейді дастарханға қойғанда. Міне, үшінші түрі мынау. Фаршымызды саламыз. Міне, алдыңыз ұйғыр мантысы сияқты түйетін боламыз. Міне, мына екі шетін қысасыз да, екі жанынан алып отырасыз. Міне, көрдіңіз ғой? Енді мына фаршты былай ішіне қарай кіргізесіздер де, тоже мына жағын былай алсаңыз болады. Міне, көрдіңіз ғой? Ішіне қарай кіргізіп, екі шетінен. Міне, көрдіңіз бе? Қалай шығады? Көріп не қысаңыздар болады. Қайталап көріп, міне, былай бастасаңыз да болады. Ішіне қарай бетіп қайырып, міне, сразу мына екі жанын бірге қосып алсаңыздар болады. Міне, бетіп. Көрдіңіз ғой? Енді екі шетінен ақырын қысып бастаймыз. Міне, енді келесі бетін ауыстырамыз. Дәл солай. Ішіне қайырдыңыз. Міне, қыстыңыз. Мынау төртінші тәсіл. Осылай домалақтап қамырымызды жаямызда пышақпенен кесіп, салмасын салып, осылай үш бұрыштылап, туралап, әдемілеп, астын қолымызбен шымшып жабыстыратын боламыз. Барлық қамырымыз түйіп болғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, мак немесе күнжіт сеуіп, 230-200 градуста 25-30 минутта пісіріп алыңыз. Ас болсын.